Негізі келін жаман болмайды деген босаға жаман болады дейді ғой. Иә. Босаға мықты болса, келін мықты болады. Келін ененің тәрбиесін көру керек қой. Келін жаутаңдап есіктен кіріп келген кезде ене өзінің мейірімімен қабылдаса, сол келіннің мейірімін шығара алса, келінді даналыққа апарады да. Ал енді өзінде жын шақырып, келінде жын шақырып, екі жын төбелестіріп отырса, онда екеуі екі жаққа кетеді деген сөз ғой. Сондықтан да отбасы құндылығы деген нәрсе ең мықты нәрсе ғой. Өйткені Алла Тағала бекер жаратқан жоқ. Екі жатыны бір бүтін қылып жаратты. Ол екеуі бір шаңырақтың астында. Негізі келін жаман болмайды деген босаға жаман болады дейді ғой. Иә. Босаға мықты болса, келін мықты болады. Келін ененің тәрбиесін көру керек қой. Келін жаутаңдап есіктен кіріп келген кезде ене өзінің мейірімімен қабылдаса, сол келіннің мейірімін шығара алса, келінді даналыққа апарады да. Ал енді өзінде жын шақырып, келінде жын шақырып, екі жын төбелестіріп отырса, онда екеуі екі жаққа кетеді деген сөз ғой. Сондықтан да отбасы құндылығы деген нәрсе ең мықты нәрсе ғой. Өйткені Алла Тағала бекер жаратқан жоқ.